Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен үй жағдайында жасалатын өте дәмді болып шығатын тұшпараның рецептімен бөлісетін боламын. Қамыры жыртылмайды, езілмейді, сондай керемет болып шығады. Алдағы уақытта қамырын қалай дұрыс үйлену жолын көрсететін боламын. Ең алдымен тұшпараның қамырын елеп аламыз. Ұнымызды осылай ортасын ашып, суымызға тұз, сұйық майымызды құйып, жұмыртқамызды ұнымызға қосып, қамыр елуді бастаймыз. Енді тұшпарамыздың қамыры жыртылмай, езілмей пісу үшін ең алдымен суымыз жылыдан сәл ыстықтау болу керек. 38 градустай болу керек. Нанымызды илеген кезде өте қатты қылып илемейміз, өте жұмсақ қылып илемейміз. Орташа жұмсақтықта илеу керек. Сонда нанымыз жайғанда да, түйгенде де өте ыңғайлы болады. Қатты қылып илеп тастасаңыздар, жаю қиын болады. Өте жұмсақ қылып илесеңіздер, тұшпараларыңыз пісірген кезде жыртылып кетуі мүмкін. Сол себепті қамыры езілмеу үшін нанымызды дұрыс илеген дұрыс. Нанымыз илеп болғаннан кейін бетін жауып, жарты сағатқа тындыруға қоямыз. Жарты сағат тынғаннан кейін нанымызды 3-ке бөліп, тағы да илеп, тағы да тындыруға 10-15 минутқа қоямыз. Енді қамырымыз тынғанша тұшпарамыздың ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Бізге тартылған ет, құйрық май немесе іш май, сарымсақ, қарабұрыш, сұйық май, пияз керек. Барлық мөлшерлерін видеоның астына жазып кетемін. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, бірінші пиязымызды қуырып аламыз. Біраз қуырылғаннан кейін тұзымызды салып, қарабұрыш, сарымсақты салып, жақсылап сарғайғанша қуырып аламыз. Мен етімді алдын ала дайындап алдым. Тартылған ет, құйрық май. Тартылған етіме 2 ас қасық су құямыз. Татымына қарай тұз, қуырып алған пиязымыз бен сарымсағымызды салып, қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бұл жерде су, сарымсақ пен пиязды қуырып алдық, құйрық май қостық. Содан кейін тұшпарамыз біздің сөлді болып шығады. Пісірген кезде өте дәмді болып шығады. Сол себептен менің рецептімен жасап көрсеңіздер болады. Енді тұшпарамыздың қамырын жаюды бастаймыз. Мен бұл жерде 2 жолын көрсетемін жаюдың. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай дайындасаңыздар болады. Мына жерде сіздерге түсінікті болсын деп салмағын өлшеп көрсетіп жатырмын. Менің бір қамырымның салмағы 5-6 граммдай болды. Сіздер өлшемей, көз мөлшерімен жасасаңыздар да болады. Өлшеп жасасаңыздар, бәрі бір келкі болып, әдемі болып шығады. Тұшпараның қамырының екінші нұсқасы осылай жайып алып, одан кейін формамен кесіп, осылай түйе берсеңіздер де болады. Сізге қалай ыңғайлы, солай наныңызды жайсаңыз болады. Енді пельменімізді түйіп бастадық. Өте көп ішіне салмасын салмайсыз. Өзіне сыйымды ғана мөлшерін саласыз. Міне, дайындап алдық. Қайнап тұрған суға татымына қарай тұз, 1 шай қасық бульон қосамыз. Енді дайын болған сорпамызға аз-аздан тұшпарамызды салып, жақсылап араластыра отырып саламыз. Бір-біріне жабысып қалмау үшін.
бетін жауып үлкен отта қайнатамыз. Міне тұшпарамыз судың бетіне қалқып шыққаннан кейін пештің астын басып орташа отқа 8 минут қайнатамыз. Міне 8 минут өтті, тұшпарамыз дайын болды. Енді тұшпарамыз өте дәмді, қамыры жыртылмай, езілмей, бір келкі болып піседі. Менің рецептімен жасауға кеңес етемін сіздерге де. Менімен бірге болғандарыңызға, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Сау болыңыздар.